Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы не үйрендім? Кітаппен жұмыс. 37 бет, бірінші тапсырма. Төмендегі сөздердің байланысын анықтайсың. Бұл сөйлемдерді сәйкестендіру қажет. Ол үшін кітапта қарындашпен орындайсың. Сәйкестендіріп болған соң фотоға түсір және оны мұғалімге жібер. Екінші тапсырманы дәптерде орында. Қазақ халқының ұлттық тағамдарын жазып шық. Үшінші тапсырма. Шешуі кітап сөзі болатындай жұмбақ құрастыр. Оны дәптеріңе жаз.